Assalamualaikum. Hurmatli жақсылар. Бүгінгі видеода мына пушкамызды супер пушкаға қалай айландырамыз. Әңгіме осы жөнінде болады. Давай кеттік. Супер пушка қылу үшін өзгерістер енгіземіз. Қандай өзгерістер десеңіз, бірінші өзгеріс мынандай светті қоямыз. Алдына қоямыз. Жанына қоямыз. Және мына жақ жанына тағы бір қоямыз. Осы үш жағынан түсіп тұратын болады. Одан кейін мынандай зажигалка. Өзінде осындай зажигалка болады. Осы зажигалканы басқа жақсы түріне ауыстырамыз. Ол зажигалка міне тұр. Үшінші өзгеріс тоғын ұзарту. Осы үш өзгерісті жасасақ, пушкамыз супер пушкаға айналады. Бұрын осындай свет қойған едім, бірақ мына өздеріңіз көргендей барлығы сынып қалады. Кішкене сапасы нашарлау свет. Сондықтан мен кішкене осындай мықтырақ светтерді алып қойымыз, кішкене мықтырақ болады. Одан кейінгі өзгеріс менде мына зажигалканы, мынау ескісі зажигалка, мынау каждый раз басқан кезде ғана жанады. Бұл газды өткізіп алуымыз мүмкін де, бөлменің іші газға. Кейде жанбай қалған кезде бөлменің іші газ сасып кетеді. Сондықтан электронный, мынау механический болса, енді электронныйлары бар. Мен мынаған сондай орнатып қойдым. Мына кнопканы, көліктің кнопкалары болады ғой, сондай етіп қойған сонда қараңыз. Басып тұра бересіз, электронный дауыс шығып жатыр. Көрдіңіздер ме? Қазір жақындатып көрсетейін. Мына қараңыздар, кнопканы басқан кезде басып тұра бересіз, өзі жандыра береді. Мысалға ішінен көрсетсем. Ал енді үшінші өзгеріс десек, ол мына сымын ұзарту. Мысалы, ең басы болған кезде мына сымды осы шлангының бойымен алып келіп, қараңыздар, басынан тағы да басынан асады. Мына қараңыздар, қаншама артық тоқ жүр. Кейде бір тоқ жетпей жағылған жағдайда мына басынан кесіп ала бересіңдер. Мынаншама әлі артық бар, қараңыздар. Сондықтан осындай тоғын өте ұзын қылған, өте ыңғайлы. Өзінің тоғы осыдан 1 метр, 2 метр, ары кетсе 2 метр болды, 2 метрде болмайды, 1 метр, 1,5 метр ғана қысқа болып болады. Онымен удлинитель ыңғайсыз, удлинительді кейде суырып кетіп жатады. Ал мынаны бірден тоқ көзіне тыға саласыз. Кез келген резеткеге тығып, шлангыңызды ұзын қылып, мынаны резетке тығып жүре бересіз. Удлинительдің ешқандай қажеті жоқ. Енді осыны жасау үшін бірінші пушканы бұзамыз, пушканы шашайық. Мынаны алдық, вентиляторы іші шаң болып кеткен.
кішкене тазалап қойдық. Более-менее. Міне. Қараңыздар. Міне. Видеоға үзіліп көрінеді екен негізі. Алай шынайы көзімен қарағанда вообще үздіксіз. Одан кейінгі мәселе мынаның ішінде жуған абзалырақ, өйткені мына ішіне тұрып қалған тастар қызып, полотноға жабысып, полотно тесіп кетуі мүмкін. Сондықтан жылына бір рет обязательно тазалап отырсаңыздар нұр үстіне нұр болады. Енді лампочкамызды дайындаймыз. Ең бірінші ажыратып қоямыз. Пружинасын алып тастаймыз. Одан кейін мынаның плоскостін көріп аламыз. Бізде арқасы бірдей болып тұрады екен. Мына ортасы мен мына шеті бірдей екен. Енді бұны ажыратамыз. Ашып алдық. Бізге мынаны осыны орнатуымыз керек. Мына лампасы. Так, лампаны назатын бірден алып тастаймыз. Бізге қажет емес. Так. Даже назатты да алып тастауымыз мүмкін. Кедергісіз. Түгел проводын ашып тастаймыз. Онда керек емес. Тек проводын ғана қалдырамыз. Одан соң жалғауға дайын. Енді бізде мына жақ. Бірден алып тастаймыз. Дайын. Содан кейін мына электр розжиг деген мынандай осындай кнопка, қараңыздар. Оның орнында бұрын мынандай тұрған. Мынаны осылай тұрады да. Осыдан проводтардың бәрі бірден мынаға жаққа барады. Мына электродқа келеді. Ал қазір мынаны алып тастадық та. Орнына мынандай кнопка сатып алдық. Машиналар, кез келген машина нелерден сатылады ғой. Сондай алдық. И мынау міне электро розжиг. Кәдімгі үйдегі тамақ пісірген кезде газдардың кнопкалары басатын болады. Кейбір газ шығарған кезде сразу оталдырып жібереді. Осының іштерінде осындайлар тұрады. Қарасаңыздар. Осыны міне тоққа келді. Біреуін алдыңыздарда күлчәтілге,
Külçetilen alıp ne? Oşumda ikiyinde tok bol gerek. Görüyorsunuz mu? Biri faza, biri nol болады. Mine necede faza nege külçetilge vardı. Külçetil paka bize nol oluptur. Ostan bardı da mına yakan bardı. Ne iki tok premay osan geliptir. Mına zemля deydi o. Onu любой келесinde korpusga koya salsın. Mına korpusun bari osmen tur. Ay endi toktun özü iskranın özü. Mına men çıgat. Qarаңыздар. Mine. Mına içinde katoşka var mine. Mına içinde katoşka. Mına iskra çıgatın jer. Mına kontaktısı ya. Вот қараңыздар, мына қара провод мына жаққа барды. Міне. Мына жақта міне. Мына электродқа келді. Электродта мына корпус. Мына екінші провод. Осы корпусқа барып міне бұралды. Мына да корпус міне. Осыдан искра. Осы жерден искра береді, көрдіңіз бе? Механизм осы. Осындай сатып алсаңыздар, кез келген жерден табуға болады. 5000 beken, 3,5 beken sonday ko'lamda turadi. 3000 5000 arasında. Bunani bir 500 tenge sonday turadi. Osonday narsalar. Переделать etib kishini tesini kengaytib salib olasizlar. Knopka. Basgan kez qo'shiladi. Mana shu yoqda qayta Былай tez basib o'tirmaysizlar, mana shu basib qana turaverasiz bo'ldi. Siqir. Janib turaveradi. Вот осы. Endi mine shu yönde korpuslarını bölük aldık ya. Bunu nacakta ornatmamız gerek. İkincisini nacakta ornatamız. Üçüncü, dördüncüsünü nacakta ornatamız. Bunun özü misal 18 wattlık. Buna 2 10 wattlık. Sonda 38 watt janатын болады bizde. 38 watt жарық беретін болады. Mınani osылай орнатып аламыз. Орнатпастан бұрын böyle markerмен belgilеп алайық. Қай жерін тесу керек екенімізді. Тоқ мындан өтеді де, мына жердегі қуысқа кіріп кетеді. Мынаны мен бұрын дайындап қойғам. Endi bizdeki mesele mына жердегі patayını kırıp ana bетін kırızgen keze çetlerine ілінбей қалмас үшін мынаның астына двойной скотч жабыстырып жіберейік.
Endi pohoda boshlaydi. Buni provodni bunday o'tkazamiz. Tak, bundan birini arşiv aldık. Termosatkan ötküzemiz. Endi ak ben sur. Тоже ak ben suruna жалгайбыз. Endi termosatkan kuydiremiz. Екінші жағын жалғаймыз. Surмен sur, ақпен ақ. Fazaмен 0, бұған разница жоқ, қайсыны жалғасаңыз да. Өйткені бұл айнымалы тоқ. Пока тексеру үшін әшейін бұрай салам. Жанама жанбайма тексерейін деп жатырмын. Қазір резервтері қосып көреміз. Janıp tur, ya. Janıp tur. Betini jauh versek bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'rik qalay javob. Power ko'rik. Oho. Tamasha. Tamasha.
Endi bunun 3 spotun provodunu 2 vaqt qildim, bari bir-birini chalg'ib. Endi o'sini olamizda. Birovini chalg'aymiz. İkincisini bunda chalg'aymiz. Aha biz nima deb ko'raylik. Şu yoqda jotibdir. Endi izolatni ushlab ko'ramiz. İzolatni жұмысы bitti. Azatni kiyizamiz. Qarangizlar. Najaqda janadi, najaqda qarangizlar. Shuni iskara tur. Dana ventilator. Ventilator тоже
Qarаңыздар, міне. Уже өзлерінің бәрі трещина болып кеткен. Мынадан кесіп, мынаны жаңартамыз. Bunday kez kelgan kleyt adamızda. Gaz jibirmеш үшін қауіпсіздік шарасын ұстанамыз.
қараңыздар, менде қаншама провод артық жүр. Ол не үшін? Любой розеткеге барып қараңыздар, қаншама провод артық тұр. Бұл кез келген жағдайда провод керек болып қалса да мына жағынан қиып ала бересіздер. Кейбір кезде провод таппай қалатын жағдай болады. Вот, енді қараңыздар. Шланга проводы бөлек, шланга бөлек салақта жүрмейді. Бәрі біргелік тұрады, қараңыздар. Қандай тамаша. Осылай байласасыздар. Мына супер пушка болды. Мына жағынан да жанып тұр. Мына включательге қоспаңыздар. Өйткені розеткеге пилканы сұққан бетте осы жанып тұру керек те, вентилятор отдельно жану керек. Егер вентилятордың кнопкасына қосып қойсаңыздар, вентиляторды өшірген уақытта жарықта өшіп қалады да. Ыңғайсыз болады. Сондықтан вентилятор бөлек, светті бөлек жалғау керек. Светті прямой, тоққа прямой жалғау керек. Осымен видео тәмамдалды. Ұнаса лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Көп рахмет.